Олар әлемді өздерінің ерлігімен дүр сілкіндірді, және олардың ерлігі уақытқа бергісіз. Көп өмірден өтсе де, ерліктері мәңгілік жасай бермек. Футболдың ең үлкен сахнасында Аладоптың шеберлері қошеметке ие болды. Пеле, Бекенбауэр, Кройф, Марадона. Олар өнерін әлемге паш еткен кезде тумаған ұрпақтары бүгінгі күні оларды құрметтейді. Оңтүстік Америка көшелеріндегі, күллі Еуропаның жоғарғы жолдарындағы, кез келген африкалық қыстақтардың қара жолдарындағы өткен күннің естеліктері ертеңгі ойыншыларды шабыттандырады. Бұл үміт кубогы, армандар кубогы. Бұл футболдың ең үлкен алаңындағы ең үлкен жүлделер. Ұлы футбол көріністері. Чемпиондар. Андрес Иньеста. Әлем кубоктарын жалғыз адам ұта алмайды. Тіпті 58 жылы Пеледе, 86 жылы Марадонада, 98 жылы Зиданда жалғыз ұтпаған. Бірақ сіз финалда жалғыз гол соққанда, немесе бұл гол 116 минутта футболдан тек кубокты ғана емес, сонымен қатар турнирдегі матчтың үздік ойыншысының сыйлығын алу үшін соғылғанда, сіздің ең үздік ойыншы екеніңізге еш күмән жоқ. Сіз ең үлкен салымшысыз. Андрес Иньеста 2010 жылы Оңтүстік Африкадағы Нидерландыға қарсы әлем чемпионатының финалында осылай жасады. Бірақ егер сіз оның өзінен сұрасаңыз, ол оны ешқашан мойындамайды. Мен осы команданың бір бөлігі болғанымды мақтан тұтамын. Қолдаушыларды мақтан тұтамын, және бұл кішкентай кубок бәрімізге тиесілі. Рахмет. Иньестаның футболға деген көзқарасы Барселона клубының тики-така стилінде қалыптасты. Мұнда әрбір ойыншы өз рөлін ойнайды. Допты қысқа, жылдам пастармен бөліседі. Бұл қарсыласын шатастыруға және ашуландыруға арналған. Шайқас қызып тұрған кезде, басқалар оқ ату үшін тапаншаны оқтаған шағын денелі, қасқабас жартылай қорғаушы сияқты әрекет жасай алатындар аз. Ол Нидерландыға қарсы финалда ғана емес, Еуро 2012 финалында және Еуро 2008 жартылай финалында матчтың үздік ойыншысы атанды. Тіпті мансабының соңына қарай саябақтағы минуттары азайып бара жатқанда, сол кездегі Барселона жаттықтырушысы Луис Энрике былай деп тұжырым жасады. Иньестаға ұқсайтын ойыншылар менің командамда да, бүкіл әлемде де жоқ. Мәселе осында. Менде бұл позицияға ауыстыра алатын өте жақсы ойыншылар бар, және олардың барлығы команда үшін шабуылда да, қорғаныста да нәтиже көрсете алатын еді. Бірақ мен әлемде Андрес Иньестаға ұқсайтын ешкімді көрмедім. Иньестаның 2010 жылғы әлем чемпионатында жеңіске жеткен кезінде көптеген достары болды. Бірақ олардың бірі онымен ең үлкен футбол сахнасында мәңгілікке байланысты. Бұл оқиға келесідей. Андрес Иньеста 2001 жылы небәрі 17 жасында Ла Масия жастар академиясынан Барселона ересектер командасына ауыстырылған кезде оған жол көрсетуді күткен тәлімгер болды. Хави Эрнандес одан 4 жас үлкен еді. Ол да Ла Масияны бітірген және Ла Роха тарихындағы ең ұлы ойыншылардың бірі болу жолында Испания құрамасына енді ғана кірген болатын. Жұптың тағы бір ұқсастығы олардың бойы болды. Және Хави жас Иньестаның Испанияның жасы кіші ұлттық құрамаларынан ересектер тобына кедергісіз өтуінен өзіне ұқсас бір нәрсені байқағаны сөзсіз. Бастапқыда Барселонада Иньеста негізінен қосалқы ойыншы ретінде пайдаланылды. Бірақ Хавидің 2005 жылғы 6 маусымындағы жарақаты
оның бастауына мүмкіндік берді. Бұл оның 22 жасында 2006 жылғы әлем чемпионатына ойламаған жерден таңдалуына әкеліп соқты. Ол тек бір матч өткізді. Испанияның Сауд Арабиясына қарсы соңғы топтық матчы. Бірақ Еуро 2008 жолында ол автоматты түрде таңдалды. Хави екеуі телепатиялық түсіністікпен бірге әрекет етті. Олардың Барселонада қорғаушылар Карлес Пуйол және Жерар Пикемен бірге ойнауы Испания құрамасының негізгі бөліміне таныс көрініс берді. Ұқсастықтар көп. Өйткені ұлттық құрамада бір клубтың өте көп ойыншысы болған кезде, бұл жағдайда Барсаның философиясы, стилі мен іс-әрекет тәсілі ұлттық құрамамен көп жағынан сәйкес келетіні сөзсіз. Мен ойын стилі мен тәсілі біздің Барсадағы ойынымызға өте ұқсас деп айтар едім. Бірақ бізде басқа ойыншылардың баламалары да бар. Бұл бізге қосымша ресурстар береді. Испанияның жеңіс трилогиясы Еуро 2008, әлем чемпионаты 2010, Еуро 2012 олардың қос қуыршақ шеберлеріне қарыздар. Хави Еуро 2008 турнирінің үздік ойыншысы болды. Иньеста Еуро 2012 турнирінің үздік ойыншысы атанды. Ал әлем чемпионаты ше, бұл екеуі өзара 5 матчтың үздік ойыншысы жүлдесін жеңіп алған. Испания бірінші ойында жеңілді, және Иньеста Гондурасқа қарсы екінші матчта демалды. Бірақ содан әрі қарай жұпты тоқтатуы мүмкін болмады. Иньеста Чилиге қарсы соңғы топтық ойында гол соғып, матчтың үздік ойыншысы атанды. Хави Португалияға қарсы ойында финалдың 8-1 бөлігінде басымдық көрсетті. Иньеста Парагвайға қарсы ширек ойында суырылып алға шықты. Германияға қарсы жартылай финалдағы матчтың ең үздік ойыншысы Хави болды, және әрине финалда Иньеста болды. Оның Ла-Масиядағы жасөспірім кезіндегі досы Сеск Фабрегастың пасынан кейінгі жеңіс голы да марқұм испандыққа әсерлі құрмет болды. Ол қуанып шетке жүгіріп бара жатқанда, Иньеста жейдесін шешіп, астынан Дани Харке әрқашан бізбен бірге деген жазуы бар футболкасын көрсетті. Дани Харке оның Испаниядағы жастар командаласы болды, және Ла Лигадағы Барселонаның басқа командасы Эспаньолдың капитаны болды. Ол әлем чемпионатына бір жыл қалғанда, небәрі 26 жасында жүрек жеткіліксіздігінен қайтыс болды. Иньеста жейдесін шешіп алған үшін сары қағаз алды, бірақ оның құрметі оған барлығын тәнті етті. Ол алтын доптың сүйіктісі болды, бірақ FIFA сыйлығы әдеттегідей Лионель Мессидің махаббат мерекесіне айналды, және ол екінші. Ал Хави үшінші орын иеленіп, Барселона мен Ла-Масия академиясына толық жеңіс тұғырын берді. Ол сондай-ақ 2012 жылы 3-ші және 2011 жылы 4-ші орынға ие болды. Бірақ 2010 жыл ол жеңіске жетуі тиіс жыл болатын. Иньеста және Хави 2014 жылғы әлем чемпионатының соңына дейін командалық дуэт ретінде жұмыс істеді, және бір жылдан кейін Хави Барселонаға үзіліс жариялады. Бұл оның басқа қуыршақ шебермен эмоционалды қоштасуына түрткі болды. Жеке өзіме келетін болсақ, мен саған осы жылдар ішіндегі ғажайып сәттер үшін ғана емес, әрбір күнім үшін, маған қатты көмектескенің үшін, және футболға қатысы жоқ нәрселер туралы болған барлық әңгімелер үшін, бірге немесе бөлек ойнау мүмкіндігі үшін алғыс айтқым келеді. Сен менің ұстазымсың, маған үйреткенің үшін, сенің жаныңда болу құрметіне ие болғаным үшін рахмет. Сен кереметсің, Хави, сен әрқашан бізбен бірге боласың, досым. Сол күні оған көрсетілген алғыстардың ішінде Хавидің көзіне ең көп жас алғызғаны Иньестанікі еді. Бүкіл мансабы бойы оның соңынан ерген Иньеста көп ұзамай істі келесі ұрпаққа беру кезегі келді. 2018 жылы Иньеста клубтағы 22 жылдан кейін Барселонамен қоштасты. Сол жылғы әлем чемпионатында финалдың 8-1 бөлігінен шыққаннан кейін ол Испаниядан да кетіп қалды. Хави немесе Иньестаның қайсысы жақсы екендігі туралы пікірталас орынсыз емес, шексіз, өйткені дуэт Барсаға және Испанияға жақсы қызмет етті.
Бірақ әлем чемпионатының финалында жеңіс голы әрқашан ең үлкен футбол сахнасында ең ұзақ өмір сүреді. Жарқын жас таланттар жиі назар аударатын спортта кейде ең үлкен футбол сахнасында жеңіске жетудің кілтін ұстайтын ескі фирма болады. Бұл күндері ешкім Дина Дзофты елеусіз қалдыра алмайды. Адзуридің ұлы қақпашысы Дина Дзофтан жақсы мысал жоқ. Оның ерліктері 1982 жылы италиялықтарды даңққа шабыттандырды. Жасөспірім кезінде әжесі жасаған күніне 8 жұмыртқадан тұратын диета оның өсуіне көмектесті. Удинезеден бастап А сериясындағы 6 титул, 2 Италия кубогы және Ювентус пен УЕФА кубогы, сондай-ақ 1973 жылға алтын доптан 2-ші орын оның мұрасын қалыптастырды. Дзоф 1968 жылы Адзуримен дебют жасап, оларға 1968 жылға Еуропа чемпионатында жеңіске жетуге көмектесті. Бірақ ең үлкен футбол сахнасындағы жетістікке соңына дейін дерлік жете алмады. Дзоф әлем кубогының дебютын 1974 жылы Италия топтық кезеңнен өтпеген кезде жасады. Және 1978 жылы 4-ші орынға ие болды. 1982 жылы Дзофтың басшылығымен Адзури топтық кезеңде бірде-бір ойында жеңіске жетпегені белгілі, бірақ бәрібір алға жылжыды. Ширек финалға айналған 2-ші раунд матчында Италия жеңіске жетті. Паоло Россидің хет-тригі мен Оскардың теңестіру ойынын жоққа шығарған Дзофтың керемет сейвінің арқасында турнир алдында Бразилияны 3-2 есебімен жеңіп кетті. Қақтығыс тарихтағы ең ұлы матчтардың бірі ретінде сипатталады. Дзоф 82 жылғы әлем чемпионатындағы италиялықтардың Польшаға қарсы жартылай финалда 2-0 есебімен жеңіп алған ойында екінші таза қақпасын сақтап қалды, және оның ең үлкен жетістігі сол еді. Осылайша италиялықтар қыңыр батыс Германиядан 2-ші рет шыққан кезде финалдың жартысында және 3-1 есебімен жеңіске жетті. Дина Дзоф өз есімін тарихқа енгізді. Барлық жұлдыздар командасына қосылды. 40 жасында әлем кубогының ең қарт жеңімпазы атанды. Бір жылдан аз уақыт өткен соң ол халықаралық командадан зейнетке шыққанда, оның 112 ойыны италиялық рекорд еді. Содан бері бұл ұмыт бола бастады, бірақ футболдың ең үлкен сахнасында ең үлкен жүлдені ұстаған Дина Дзофты ешкім ұмыта алмайды. Футболдың ұлы сахнасында оғаш оқиғалар да болып тұрады. Бірақ 1950 және 1966 жылдар аралығында болған оқиғада ерекше бір нәрсе бар. Осы жылдар арасында әлем кубогының әрбір финалдық кестесінде ортақ нәрсе болды. Бірақ оның не екенін білесіздер ме? Үзілістен кейін біз әлем чемпионатының ең керемет финалдық ойындарының бірі Берн кереметін қарастырған кезде біліңіздер. Тағы да сәлем. Үзіліс алдында біз 1950-1966 жылдар аралығындағы әлем чемпионатының финалында болатын бір түрлі ортақ тақырыпты білесіздер ме деп сұрап едік. Осы 5 әлем чемпионатында қатарынан финалда бірінші гол соққан команда матчта жеңіліп қалды. Бразилия 1950 жылы Уругвайға алғашқы голын соқты. Венгрия 54 жылы Батыс Германияға қарсы алғашқы 2 матчта жеңді. Швецияда, Чехословакияда 58 және 62 жылдары Бразилиямен матчтарда ерте алға шықты. Содан кейін Англия 66 жылы Батыс Германияны жеңді. Қарғыс Бразилия 1970 жылы Италияға қарсы матчта есеп ашқаннан кейін ғана жойылды. Мұны жасаған бомбардир кім болды? Әрине бұл Пеле еді. Бразилияның Италияны 4-1 есебімен жеңгенінің 18 минутында. Ең үлкен футбол сахнасында көптеген драмаларды тудырған оғаш факт. 1954 жылғы әлем чемпионаты Швейцария.
Қазіргі әлем кубогының финалы 2018 жылғы 6 голмен шешуші матчқа дейін бірінші гол соққан команда қатарынан 5 рет ұтылған дәуірден мүлдем өзгеше болды. 1990 және 2014 жылдар аралығындағы 7 әлем чемпионатының финалында бір ғана Франция мен Италия арасындағы 2006 жылғы финалда екі тарап бірдей гол соқты. Тіпті бұл бір ғана гол болды. Бұл 1954 жылы Швейцарияда өткен әлем чемпионатынан әлдеқайда алыс, молшылық дәуірі. Кубоктың әсем тұсы Венгрия болды. Оны Ференц Пушкаш басқарды және шабуылшы Шандор Кочич қолдады. Олар өз қалауы бойынша гол соғалды. Бұл турнир алдындағы жолдастық кездесулерде Англияға қарсы бар болған екі ойында 13 гол соғуымен дәлелденді. Пушкаштың ақылды әрекетіне қараңыз. Содан кейін Венгрияға 4-1 есебімен айып соққысы жасалды және Пушкаш топты қақпаға бұрып жіберді. 1954 жылғы турнир барлық әлем кубогы турнирлерінің ішіндегі ең жоғары гол соғу көрсеткішін көрсетті. 26 матчта 140 гол. Бір ойынға орта есеппен 5,4 гол. Ал Кочиш финалға дейінгі 4 матчта 11 гол соқты. Оның 4-еуі Батыс Германияға қарсы топтық матчта салынды. Венгрлер сол командаға қарсы финалда жеңіске жету жолында үміткер болды және олар гол соғудан бастады. Пушкаш бірінші болып гол салды. Бар болғаны 2 минуттан кейін неміс қорғанысы бұзылды. Бірақ егер немістер есеңгіреп қалса, олар той тарс берер еді. Дәл солай дерлік және есеп 2-1 болды. Ал Германия есепті теңестірді. Үлкен тосын сый соңғы 6 минуттан бұрын болды. Әлем кубогы Германияға кетті. Сөйтіп олар әлемнің чемпионы атанды. Кочиш ұпайсыз қалды. Пушкаш сынған тобығымен ойнады. Ал Батыс Германия Берн кереметі деп аталатын матчта өзінің алғашқы әлем чемпионатын жеңіп алған кезде Венгрия өзінің тамаша мүмкіндігін жіберіп алды. Сезар Луис Минотти және Карлос Биларда, Аргентина. Аргентина 2 рет әлем чемпионатында жеңіске жетті. Тек 8 жыл айырмашылығы бар жеңістер. Бірақ айырмашылық екі жақта ғана болған жоқ. Оларды екі мүлде басқадан басқарды. Сезар Луис Минотти 60 жылдары ұлттық құрамада аз ғана ойнаған шабуылшы және Карлос Биларда халықаралық деңгейде ойнауға жеткіліксіз жартылай қорғаушы. Бірақ екеуінде де футболдың ұлы сахнасында табысқа жетуге деген құлшыныс пен құмарлық бар. Аргентина үшін бұл алғашқы әлем чемпионатындағы жеңіс 1978 жылы келді. Бұл Минотти басқарған жаңа дәуірдің таңы болды. Оның құштарлығы 1970 жылға әлем чемпионатына қатысудан оянды. Ол бразилиялық Пеленің табынушысы болған соң құштарлығы арта түсті. Минотти Оңтүстік Американың 5 клубында және аз уақыт ақшта ойнады. Сонымен қатар Аргентина сапында 11 ойын өткізді. Оның бапкерлік мансабы өте ауқымды болды. Ол ұлттық деңгейдегі соңғы табыспен және Барселонадағы қысқа, бірақ жемісті рөлімен ерекшеленді. 1974 жылғы әлем чемпионатынан кейін Минотти Аргентинаға жаттықтырушы болып тағайындалды және ол стильді брендті ойлап тапты. Гол жай ғана торға кезекті пас беру керек деді ол. 1977 жылы ол әлемге жас талант 16 жасар Диего Марадонаны ұсынды. Ол Венгрияны 5-1 есебімен жеңді. Минотти Марадонаны 78 жылы ең үлкен футбол сахнасына жібермеді. Оның орнына ардагер Марио Кемпесті таңдады. Ал Аргентина екінші раундқа өтіп, алға қадам басты. Өйткені Кемпес басымдық көрсетті. Бірақ олар өздерінің барлық топтық матчтарын соңғы болып жеңіп, сыннан құтыла алмады. Перуге қарсы екінші турдың соңғы матчында 6-0 есебімен жеңіліс Альбиселестені Нидерландыға қарсы шешуші матчқа шығарды. Финал қосымша тайымға өтті.
Бірақ алтын бәтеңке иегері Кемпес турнирдегі 6-шы голын 104-ші минутта соққанда Аргентина алға шықты. Даниэль Бертони оны 115-те бекітті, және Аргентина өзінің алғашқы әлем чемпионатын жеңді. Меноттидің футболшы мыңдаған адамдардың армандары мен сезімдерінің негізгі аудармашысы деген тамаша идеологиясына қарамастан, оның ізбасары Карлос Билар да қорғанысқа бейім болды және әділ ойыннан тыс қалудан қорықпады. Бұл оның Сан Лоренцо және Эстудиантеспен 7 титулды жеңіп алған кездегі ойыншы ретіндегі мансабына тән болды. Бұл оның менеджер болғанға дейін кез келген тәсілмен жеңу тәсілімен жалғасты. Меноттиді 1982 жылғы әлем чемпионатынан кейін Билар алмастырды. Ол жаңа ойыншы Диего Марадонадай жан дос тапқан болуы мүмкін. Өйткені олар 1986 жылғы әлем чемпионатында бір ғана қарапайым стратегиямен күрескен, яғни кез келген жағдайда жеңу. Ширек финал Марадонаның Англияға соққан құдайдың голымен аяқталды. Ол жұдырығымен Альбиселестен алға шығарды. Содан кейін бір қызығы Меноттиді есінен тандыратын шеберлікпен ғасыр голын соқты. Финалда Батыс Германияны 3-2 есебімен жеңген қорытынды жеңіс Биларданың басты жетістігі болды. Ол Аргентинаға әлем чемпионатында 3 тараптан екінші жеңіс әкелді, және жетістіктің әр түрлі сипатта келуі мүмкін екенін дәлелдеді. Марадона мен Билар да кейінірек өмірде жанжалдасып қалды. Дегенмен олардың араздығы әлем кубогының 2 жеңімпаз жаттықтырушысы арасындағы ойнаған ондаған жылдар бойғы дауымен салыстыруға да келмейді. Аргентина футболының кілті кімнің қолында екені туралы пікірталас әлі де жалғасуда. Меноттидің еркін ойыны ма, немесе Биларданың қатаң тактикасы ма? Даңққа жетудің екі түрлі жолы: ойынның игілігі үшін немесе кез келген жағдайда жеңу. Аргентинаның ұлы футбол сахнасындағы мәңгілік құпияларының бірі. Үзілістен кейін біз әлем чемпионатында өмірге келген кейіпкерлер мен қызықтар туралы ойланамыз. Әр әлем чемпионаты өзінше есте қалады. Бұл негізінен алаңдағы драмаға байланысты. Бірақ соғыстың қызған шағында болған оқиға емес, оның айналасында болып жатқан оқиғалар есебінен де ерекшеленетін чемпионаттар да болды. 2010 жылғы Оңтүстік Африкадағы әлем чемпионатының бейресми символы болып табылатын вувузеланың гуілдеген дауысын естіген адам оны ешқашан ұмытпайды. Хор дауысты вувузелаларда ашулы аралар үйіріне ұқсатады. Бірақ одан да күрделі мәселелер бар еді. Оның дауысы шынымен шулы болды, және қатты шыққаны сонша ойыншылар бір-бірін ести алмады. Голландиялық жаттықтырушы Берт ван Марвек бұл аспапты жаттығуда қолдануға тыйым салуға дейін барды. Дегенмен кейбіреулер оларды сүйкімді деп тапты. Содан кейін FIFA президенті Зе Блаттер олардың африкалық дәстүр үшін маңызды екенін айтты, және олардың бүкіл әлем чемпионатында элемент ретінде қалуына мүмкіндік берді. Аспапты басқа халықтар да қабылдап бейімделе бастады. Оны ұнатсаңыз да, жек көрсеңіз де, вувузела 2010 жылғы әлем чемпионатын есте қалдырды. Мексика толқынының алып дүмпуі қазір әлем кубогының барлық іс-шараларының ортақ ерекшелігі болып табылады. Іс жүзінде бүкіл әлем бойынша барлық түрдегі спорттық жарыстарға жиналатын кез келген ірі іс-шарада. Америка құрама штаттарында жаппай қатысу құбылысы пайда болды. Оны Канадамен байланыстыратын басқа мәлімдемелер бар, бірақ оны бүкіл әлемде бастаған әлем чемпионаты болды. Әрине бұл 1986 жылғы Мексика. Енді оны Буэнос-Айрестен Белфастқа дейінгі стадиондардан көруге болады. 2006 жылы Германияда өткен әлем чемпионатында Англия құрамасының өнер көрсетуі оның Португалиядан ширек финалға шығуымен ғана емес,
Шварцвальд Баден-Баден қаласында ойыншылардың командаға қосылуға рұқсат етілген әйелдермен дос қыздармен де есте қалды. Дэвид Бекхэмнің әйелі және бұрынғы Spice Girl Виктория. Шерил Энтвиди сол жақ қорғаушы Эшли Коулмен көңіл жарастырды. Уэйн Рунидің әйелі Колин Маклафлин болды. Стивен Джеррардтың жақында әйелі болатын сүйіктісі Алекс Каран. Шопинг пен сән туралы әңгімелер алаңдағы қойылымдардан асып түседі. Бұл көрініс тіпті ширек финалда Англия құрамасының жеңілуіне әкеліп соқты деп айыпталды. Сондықтан 2010 жылы бас бапкер Фабио Капелло өз ойыншыларына турнир аяқталғаннан кейін ғана әйелдерін көруге мүмкіндік берді. Әрине, атақты ойыншылардың әйелдерімен дос қыздары көптеген жылдар бойы қауесет пен атақ беттерінде пайда болып жүрді. Бірақ 2006 жыл аббревиатура шынымен танымал болған жыл болды және ВАК ұлы футбол сахнасының бір бөлігіне айналды.